Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Әр елдің салты басқа, иті қара қасқа. Жер бетінде 2000-нан 4000-ға дейін халықтар мен ұлттар тұрады. Әр қайсысының өз мәдениеті, ұлттық салт дәстүрлері, ұзақ жылдар мен ғасырлар бойы сақталып келе жатқан әдет-ғұрыптары тарихи қалыптасқан. Бір ұлтта өлі адам етін жесе, енді бірі үйлену үшін өз тайпасының ең кәрі кемпірімен бірінші түнін өткізуі керек. Бүгінгі шығарылым сұмдық деректерге толы. Сол себепті астанып отырған болсаңыз, тамағыңызды шетке ысырып, құлақ қабыңызды тағыңыз. Құлақ қап демекші, қазіргі таңда сымсыз құлақ қаптарды таңдау қиын. Әсіресе барлық жағынан өте қолайлысын. Алайда мен сіз үшін керемет шешім таптым. Ресейлік Илон Маск атанып кеткен Вадим Боков өзінің кейс гуру командасымен бірегей өнім жасады. Forbes, Комсомольская правда және Коммерсант CG Pots'ты барлық арзан құлақ қаптар ішіндегі ең үздігі деп санайды. Сондай-ақ ең арзаны, ең жақсысы деп таныды. Үздік сипаттамаларға ие ең жаңа өнім CG Pots X моделі. Сапасы жылдар бойы тексеруден өткен CG Pots 5.0. Енді CG Pots X жоғарғы деңгейлі микрофон мен кристалды таза дыбысқа ие. Бұл құлаққаптың жақсы жері су өткізбейді және ең тұрақты байланыспен қамтамасыз ете алады. Барлығына қоса көптен күткен Type-C зарядтау ағытпасы да бар. Оған қоса алюминийден жасалған кейсі 220 келіге дейін шыдай алады. CG Pots Lite моделі де бірегейлі. Оның магниттік қақпағын кез келген сәтте антистресс ретінде қолдануға болады. CG Pots Lite та CG Pots X секілді ылғалдан қорғалған. Құлақ қапты тағып жаңбыр астында серуендеуге, жүзуге және спортпен шұғылдануға болады. CG Pots құлақ қаптары кез келген адамның талғамына сай. Қара немесе ақ түстісі, сенсорлық немесе механикалық басқару. Жаныңызға жайлысын таңдаңыз. Барлығында микрофон бар. Type-C арқылы бір рет қуаттандырсаңыз, үздіксіз 20 сағат жұмыс жасайды. Бағасы бар болғаны 42 000 теңге. Бір жылға кепілдік бар. Ал егер бір жылдың ішінде істен шықса, жаңасын ауыстырып береді. Muro промокоды арқылы тапсырыс берсеңіз, 1500 теңгеге жеңілдік аласыз. Сатып аламын десеңіз, өндіруші дүкеннің сілтемесін сипаттамада және бекітілген пікірде қалдырамын. Кәрі кемпірмен өткен түн. Неліктен Кагоба тайпасының жергілікті тұрғындары өтпейтін джунглиде әйелдерінен жасырынып, тіпті өмір бойы әйелсіз жалғыз болу үшін үй тұрғызады. Бұл тайпаның әйелдері бәрін басқарады. Сондықтан Кагоба әйелдерін әлсіз жаратылыс деп айтуға тілің бармайды. Ауылдағы барлық маңызды мәселелерді әйелдер шешеді. Олардың рұқсатынсыз баспана салынбайды, мал сатылмайды. Тіпті ол бала кіммен отбасын құру керектігінде әйелдер шешеді. Тағы бұл тайпада бір түрлі дәстүр бар. Оған сәйкес жас жігіт өзінің алғашқы махаббат түнін осы тайпада тұратын ең қарт әйелмен өткізуі керек. Әдетте бұл кемпірдің шашы мен тістері түгел түсіп, денесін әжімдер басқан. Рудың ең үлкен әйелдері өз тәжірибесін жас ұрпаққа осылайша жеткізеді деп есептеледі. Олар жас жігіттерге болашақ әйелінің көңілінен шығу үшін барлық амалдарды үйретеді. Бұл да ерекше сынақ. Егер ер адам кемпірді қуанта алса, онда ол міндетті түрде әйеліне жақсы жар болады. Мұндай көріністен кейін Кагоба тайпасының еркек жартысы қарама-қарсы жынысты қалауды және ұрпақты болуды тоқтатады. Олар жай ғана олардан аулақ болуға тырысады. Бүкіл әлемдегі төсектен қашатын жалғыз ер адамдар осылар ғана шығар. Қарт әжемен осындай бастамшылық рәсімінен кейін кез келген әйел олар үшін жиіркенішті болып көрінеді. Ал тайпаның әйелдері керісінше өздерін еркін сезінеді. Олар өз ерлерін ұрып, бәріне үстемдік етуге тырысады. Ал күйеулерін өздері таңдайды және еркектерді үнемі пайдаланады. Айқай шу, қоқан лоқы, төбелес шығару да көмектеспейді. Тайпаның әйелдері қарсылықты тез бейтараптап, ер адамның екі аяғын бір етікке тығады. Кейде әйел байқамаған сәтте ер адам джунглиге қарай қашып кетуі мүмкін. Ашулы әйелдер жігіттерін табу үшін арнайы жасақ жинап жатқанда, олардың күйеулері джунглиде үй салып, некелік міндеттерін орындаудан жасырынады. Қашқын табылғаннан кейін ауылға қайтарылады. Бірақ ер адамдар қайта-қайта қашуға әрекет жасайды. Өйткені олар махаббат түнінен алған психологиялық жарақаттан кейін әйелдерден қорқады. Міне сондықтан бұл тайпа жойылу алдында тұр. Жастарға арналған үйшік. Камбоджадағы Крунг тайпасынан шыққан жас қыз 13-15 жасқа толған кезде ата-анасы оған үлкен үйлеріне жақын жерде шағын үйшік жасауды әдетке айналдырған. Үйшік ішінде кішкентай көрпе, жастық және жарық шамы болады. Бұл махаббат үйлерінде қыздар өздеріне ұнаған жігіттермен уақыт өткізе алады. Бұл тайпаның мәдениетінде қыздар өздеріне лайықты жар табу үшін мүмкіндігінше көп жігіттермен ұйықтауға міндетті. Басында қыздар әртүрлі жігіттермен жай ғана кездеседі. Егер қыз жас жігітке қызығушылық танытса, ол оны өзінің үйшігіне түнеуге шақырады. Ол жерде не болатынын айтудың қажеті жоқ шығар. Қыздар махаббат үйінде түнеп шыққан бірінші жігітке тұрмысқа шығуы мүмкін. Бірақ кей қыздар өзіне ұнайтын жігітті ұзақ уақыт іздейді. Түндетуге болатын жігіттердің саны шексіз. Бұл жағдайда қыз балаға ең үлкен қиындық үйшік жасауға асықпайтын жалқау әкесінің болуы. Онсыз күйеу табу мүмкін емес. Себебі жігіттер өз баспанасы жоқ қыздармен кездесу үшін ата-анасының үйіне бармайды. Сондықтан үйлену шарты қарапайым. Алдымен үйшік, содан кейін жар іздеу.
Қызға түнеген жігіттің ұнаған-ұнамағанына қарамастан, жас жігіт таң атқанда үйшікті тастап кетуі керек. Өйткені қыз бен жігіт ресми түрде ерлі-зайыптылар болмаса, көпшілік алдына шығуға рұқсат етілмейді. Осылайша қыз көптеген еркектердің арасынан өзіне ең қатты ұнағанын таңдайды. Ал үйлену тойлары 17-18 жастарында орын алады. Ол уақытқа дейін қыз қалаған жігітін тексеруден өткізеді. Бұл тұста шешімді тек қыз ғана қабылдай алады. Тайпадағы тұрмыстық ұрыс-керіс пен зорлық-зомбылықтың деңгейі өте төмен және ажырасу мүлдем кездеспейді. Жалпыға ортақ неке түн. Бұл Африка құрлығының солтүстігінде тұратын бербер тайпалары. Олар үшін кем дегенде 2 жұп жас жұбайлар бар ұжымдық үйлену тойын ойнау әдетке айналған. Одан көп болса тіпті жақсы. Үйлену тойы өткеннен кейін барлық жас жұбайлар неке түндерін бір үлкен бөлмеде өткізеді. Ол жерде барлығы бір-бірімен әйелдерін алмаса алады деп қателеспеңіз. Өйткені жастар өздерінің жұптарынан басқа ешкіммен ұйықтай алмайды. Бірақ басқаларға қарауға ешкім тыйым салмайды. Берберлер осылайша жастар жыныстық тәжірибе алмаса алады деп есептейді. Неке түніндегі куәгер. Танзанияда неке түнін куәгердің қатысуымен өткізу дәстүрге айналған. Нақтырақ айтсақ, бір көмекші куәгер болады. Африкадағы суахили тайпасының қызықты әдет-ғұрыптары бар. Жаңадан үйленген ерлі-зайыптылардың жатын бөлмелерінде төсек астында көмекші жасырынып жатады. Ол қалыңдықтың кез келген әйел туысы болуы мүмкін. Ол жастарға не істеу керектігі туралы кеңес береді. Содан кейін қам болған төсекті барлық қонақтарға алып шығып қыздың пәктігін дәлелдейді. Күйеу жігітті тексеру. Бенгол тайпасы Угандада тұрады және суахили сияқты олар үйлену түнінде көмектесу идеясын қолдайды. Бірақ қалыңдықтың үлкен туысы жастармен қалып ақыл айтпайды. Олар бұл үшін мүлдем басқа тәсілді пайдаланады. Үйлену тойының алдында қалыңдықтың жеңгесі күйеу жігітпен бірге жатып, оның өнерін бағалайды. Егер жас жігіттің шеберлігі жеткіліксіз болса, әйел күйеу жігітті тәрбиелеу үшін және неке түніне дайындау үшін тағы бірнеше рет кездесе алады. Бірінші түннің құқығы. Әдетте ерлі-зайыптылар үйленгеннен кейін тек бір-біріне тәуелді болады және оларға басқа ешкімнің құқығы болмауы керек. Бірақ кейбір этникалық топтардың жыныстық дәстүрлері таң қалдырады. Мысалы, Суматра аралында өмір сүрген Закай тайпасында қалыңдықтың пәктігін айыру үшін өте ерекше ырым қолданылады. Мұны қыздың әкесі істеуі керек, ал ол іске еркектің басқа туыстары да көмек береді. Кейде қалыңдықтың төсегіне 12 жастан 70 жас аралығындағы 20-ға дейін ер адамдар жиналады. Тек осы әрекеттерден кейін ғана күйеу жігіттің қалыңдықтың денесіне жақындауға рұқсат етіледі. Мынау енді шектен шыққан жиіркенішті дәстүр ғой. Әйел алмасу. Көптеген діндерде зина үлкен күнә болып саналады. Бірақ біздің планетамызда неке адалдығын бұзатын адамдар көп. Чукчаларда болса бұл тіпті әдет-ғұрыпқа айналған. Бұл жайлы алдыңғы бейнеден толық көре аласыз. Ғасырлар бойы қонақтың үй иесінің әйелмен жақын қарым-қатынасқа түсуі чукчалар үшін үлкен мәртебе саналды. Арктика тұрғындарының ерекше дәстүрі біз үшін жабайы болып көрінеді. Бірақ бұл дәстүр чукчаларға амалсыздықтан қажет. Олар бір-бірінен өте алыс аймақтарда мекендейді және әйел табу өте қиын. Қоғам осында үлкен кеңістікте өмір сүргендіктен, ерте ме, кеш пе өз туысымен қосылып, нәтижесінде әлсіз ұрпақ туылады. Мұндай қайғылы оқиғалар аз болуы үшін чукча ұлты қанын жаңартудың ерекше жолдарын іздейді. Ер адамдар өздерінің жұбайларын қонаққа келген еркектерге уақытша беруге мәжбүр. Осындай қарым-қатынастың нәтижесінде әйелінен дені сау ұрпақ туылады. Мұндай жағдайда әйелдер қонақтың назарын аудару үшін бәрін жасайды. Осылайша адамдар өз қанын жаңарту арқылы аман қалуға, өз түрін сақтауға тырысады. Бұл ұлттың аман қалуына ғана емес, дамуына да ықпал етеді. Қызды сүндетке отырғызу. Азия мен Африканың 30-дан астам елінде қызды сүндетке отырғызудың қорқынышты дәстүрі сақталған. Қыз өз еркінен тыс жыныс мүшелерін кестіреді. Бұл қалай жасалатынына үңілудің қажеті жоқ. Көптеген мемлекеттерде бұл қорқынышты әдет-ғұрыпқа тыйым салынған. Бірақ кейбір ұлттар қыздар осылайша тазарады деп сеніп, мүгедектікке апаратын дәстүрін ұстануды жалғастыруда. Физиологиялық тұрғыдан бұл ешқандай пайда әкелмейді. Есесіне инфекция жұқтырып қыз мерт болуы мүмкін. Күштеп тамақтандыру. Жасыратыны жоқ. Әлемдегі әйелдер кейде мінсіз көріну үшін көп күш жұмсайды. Бірақ Мавританияның кейбір аймақтарының ер адамдары семіз әйелдерді жақсы көреді. Сол үшін де қыздар тұрмысқа шығар алдында күштеп тамақтандырылады. Бұл дәстүр 11 ғасырдан басталып, күні бүгінге дейін жалғасып келеді. Күштеп тамақтандыру рәсімі лейбл деп аталады. Араб елінде тұратын бербер тайпасының отбасылары қыздарды 5 және 9 жаста тұрмысқа береді. Осы жасқа дейін қалыңдық сұлулық стандарттарына сай болуы керек. Бұл әдет-ғұрып Африканың кей елдерінде де қолданылады. Ал қалыңдықты ата-анасы үйде семірте алмаса, қыздарды күштеп тамақтандыратын арнайы адамдарға тапсырылады. Адам етін жеу. Еуропалық саяхатшылар жаңадан ашылған елдердегі тайпаларды адам жеуден айыруға қанша тырысса да, біздің ағартушылық дәуірімізде бұл әдет әлі де сақталып келеді. Үндістанның Варанаси қаласында тұратын Агори Баба сектасының ізбасарлары арасында өлген адамдарды жеу дін деңгейіне дейін көтеріледі. Осылайша діни қауымдастық мүшелері олардың ағартушылыққа жетуіне кедергі болатын өлім қорқынышынан арыладымыз. Индуизмнің оқытулары бойынша 5 санаттағы адамдарды өртеу арқылы жерлеуге болмайды.
Бұл әулие адамдар, балалар, жүкті әйелдер, пәк қыздар, сондай-ақ жылан шағып немесе алапестен өлген адамдар. Осы санаттағы адамдарды Ганг өзеніне өртемей, жай ғана денелерін тастайды. Міне сол өртенбеген денелерді Агори Баба сектасының мүшелері аулап алып жеуге кіріседі. Бұл жағдай аса көп таралмаған, сол себепті де нақты деректер аз. Мұз құшақтарын аттану. Қиыр солтүстіктің ұлан-ғайыр жерінде тұратын кейбір эскимос тайпаларының қарттар мен еңбекке жарамсыз адамдарға қатысты ерекше ырымы бар. Жасына байланысты немесе басқа да себептермен әлсіреген адамның туыстары оны мұз айдынына өлімге қалдырады. Табиғи аштық пен суық адамды өлтіретіні анық. Әрине бұл біз үшін қатыгездік, бірақ эскимостар керісінше, осылайша адамның рухтар елінде тәндік және рухани тыныштықты тез табуға көмектесетініне сенеді. Қолтырауынға үйлену. 200 жылдан астам уақыт бойы балықшылар қалашығының мэрі әйел қолтырауынға үйленуге міндеттелетін мексикалық ырым бүкіл әлемді таңғалдырды. Мұндай рәсім алғаш рет 18 ғасырда жасалды және содан бері Сан-Педро қалашығының әрбір жаңа мэрі қолтырауынға үйленеді. Тұрғындар мұндай рәсім теңізде сәттілікпен бірге үлкен балық аулауды уәде етеді деп санайды. Рәсімді ғибадатханада нағыз діни қызметкер орындайды. Қалыңдық той көйлегін кигенімен бірақ аузы байлаулы. Сондықтан ол тұрмысқа шығуға қалай келісімін беретінін жұмбақ күйде қалып отыр. Әйтсе де бұл жай ғана дәстүр және үйлену тойынан кейін қолтырауын жергілікті өзенге босатылады. Ал ауыл әкімі өзінің нағыз әйелімен өмірін жалғастырады. Жоғарыда баяндалған кейбір әдет-ғұрыптар уақыт өте азайып барады, ал басқалары керісінше көбейіп келеді. Әйтсе де әр ұлттың өзінің таңдау еркіндігі бар және біз оларды өзіміздің қалыпты түсінікпен қабылдай алмаймыз. Осы шолудағы қай дәстүр сізді қатты таңғалдырды? Өз ойыңызды пікірде жазыңыз. Осы бейнені соңына дейін көрген көрермендер болса, сіздерге алғыс айтамын. Және астында жаза кетіңіздерші, мен соңына дейін көрдім деп. Егер видео ұнаса, лайк басып каналға жазылыңыз. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуру. Келесі қызықты бейнелерде жолыққанша, қош сау болыңыздар.